Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Мен бүгін сіздермен қысқа жеуге арналған кобра салаты мен тамаққа қосуға арналған дәмдеуіш дайындап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші пиязымызды осылай етшеккіштен өткізіп аламыз. Одан кейін қазанға күнбағыс майын құйып, қызғаннан кейін осы пиязымызды салып жақсылап қуырамыз. Қазанға жақсылап қуырып алғаннан кейін осындай үлкендеу ыдысқа саламыз. Оның үстіне ет тартқыштан өткізілген помидорымызды салып, барлығын жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Одан кейін тәтті бұрышты да осылай ет тартқыштан өткіземіз. Арасында маған үлкен қызым осылай көмектесіп тұрады. Тәтті бұрыштан кейін сарымсағымызды да осының үстіне салып шегіп аламыз. Одан кейін барлығын ыдысқа салып бірге қайнататын боламыз. Қайнап жатқан кезде үстіне лабыр жапырағы мен қара бұрыш саламыз. Шамамен 30-40 минуттай қайнатамыз және де жиі араластырып тұруды ұмытпаймыз. Енді осындай петрушка, укроп және де кинза жасыл шөптерін майдалап турап үстіне саламыз. Тағы да барлығын жақсылап араластырып 15-20 минуттай қайнатамыз. Оның үстіне дәміне қарай тұз саламыз. Мен 3 ас қасық тұз салдым. Сіздер өздеріңіз дәмін көріп, қанша керек сонша саласыздар. Астын үнемі қозғап отырмасақ, асты тартып, күйіктің дәмі шығып қалуы мүмкін. Міне менің қыстың күні тамаққа қосатын томатым немесе дәмдеуішім десем де болады, дайын болды. Енді осыларды алдын ала жақсылап жуып, шайып, тек қана буламай, ішіне қайнап тұрған суды құйып, қақпағын жауып дайындап қойған банкаларыма құйып аламын. Менде 5 литрдей шықты. Аузын закрывашкамен жақсылап жауып аламын. Жауып болғаннан кейін осылай тексереміз. Енді осы ащы бұрышымды тек қана бастарын алып тастаймын, ішін тазартпаймын. Одан кейін біздің жаңағы қалған дәмдеуішіміздің ішіне салып, осы қалғанынан 1-2 банкідей кобра салатын дайындаймын. Байқасаңыздар, құрамы бірдей, тек қана осы ащы бұрышты ғана саламын. Сол кезде ащы кобра пайда болады. Осыны қыстың күнге осылай дайын крышкасы бар банкілерге құйып сақтайтын боламын. Менің басқа видеоларымды, салаттарымды көрген жандар сұрап жатыр екен, уксус қоспаймыз ба, немесе аспирин қоспаймыз ба деп. Ешқандай аспирин де уксус та қоспаймыз. Аллаға шүкір, ешқайсысы атылмай, әдемі сақталып тұр. Сол үшін сіздер де қорықпай жасай берсеңіздер болады. Менің арнама міндетті түрде тіркеліп, лайк бас, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.